Құлпынайдың адам денсаулығына пайдасы. Құлпынай жемісін көбіне махаббат, сұлулық, жастық жемісі деп атайды. Ал оның не үшін олай аталатынын бәріміз бірдей біле бермейміз. Оның сырын білгіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Өйткені біз бүгін сіздерге бұл жемістің адам денсаулығына пайдасы туралы айтатын боламыз. Құлпынай жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алады. Бүгінгі таңда бүкіл әлем бойынша жүрек қан тамырлары ауруларынан қайтыс болып жатқан адамдар саны күн санап көбейіп келеді. Егер бұл жемісті өзіңіздің ас мәзіріңізге қосатын болсаңыз, аталмыш аурудың алдын ала болады. Өйткені оның құрамында холестерин деңгейін төмендететін эллогавалық қышқыл бар. Сонымен қатар құлпынайдағы С дәрумені қан тамырларын қалыпты деңгейде ұстайды. Екінші, құлпынай жемісі беттегі пигменттік дақтарды кетіреді. Егер теріңізді ағартып, секпілдер мен пигменттік дақтардан құтылғыңыз келсе, бетіңізге құлпынайдан маска жасаңыз. Алайда әуелі білегіңізге немесе басқа жеріңізге жасап көріңіз. Егер бәрі жақсы болса, бетіңізге сала беріңіз. Мұндай масканы аптасына 1-2 рет жасап тұрсаңыз дұрыс болады. Үшінші, құлпынайдан жасалған маска безеу мен қабынуға қарсы көмектеседі. Егер теріңізге түрлі бөртпелер шығып мазалайтын болса, онда ойланбастан құлпынайдың түйінінен маска дайындаңыз. Себебі оның құрамында тері ауруларымен белсенді күресетін антиоксиданттар бар. Төртінші, бұл жеміс кәріліктен де сақтайды. Құлпынайдағы антиоксиданттар бос радикалдарға қарама-қарсы әсер етеді. Сондықтан кәріліктің ауылы алыстайды. Ол үшін түскі тамағыңызды ішіп болғаннан соң 40 минуттан кейін құлпынай жеуіңіз керек. Бесінші, құлпынай тісіңізді ағартады. Құлпынайдың құрамындағы С дәрумені тісті сарғаюдан құтқарады. Оны тұтыну арқылы сіз белгілі бір уақыттан кейін тісіңіздің ағарғанына көзіңіз жетеді. Көздің көруін жақсартады. Жыл өте келе көзіңіздің көруі де нашарлай түсетіні анық. Ол кезде құлпынайдағы С дәрумені органикалық қышқылдар, флавоноидтар, түрлі көз ауруларына қарсы көмектеседі. Құлпынай жеп сұлулығыңызды сақтаңыз және денсаулығыңызды күтіңіз. Мамыр және маусым құлпынайдың пісетін уақыты. Оның қаншалықты дәмді екенін өзіңіз де білесіз. Ал басқа артықшылықтары туралы естіп пе едіңіз? Қазір сіздерге бөлісетін боламын. Құлпынай есте сақтау қабілетін жақсартады. Жақында жүргізілген зерттеулерге сәйкес, құлпынай мидың қартаю процесін баяулатады. Оның функционалдық өмірін ұзартады. Бұл бізге қайтайғанда да мүмкіндігінше ұзақ уақыт бойы есімізді жоғалтпауға мүмкіндік береді. Бір қызығы, құлпынайды күнде жеу қысқа мерзімді есте сақтау қабілетін жақсартатынын дәлелдейтін зерттеу де бар. Құлпынай көру қабілетін жақсартады. Піскен қызыл құлпынай есте сақтау қабілетіне ғана емес, көру қабілетіне де пайдалы. Құлпынай антиоксиданттарға бай. Алдымен осы антиоксиданттардың не екенін еске түсірейік. Ол дегеніміз белсенді оттегінің дене жасушаларына зиянды әсерін болдырмайтын заттар. Антиоксиданттар денені ерте қартаюдан және ауыр аурулардан қорғайды. Құлпынай еллак қышқылына бай. Еллак қышқылы жасушалық циклды реттегіш, көбінесе жеміс, жаңғақ және жидек сығындыларында кездеседі. Зат рак клеткаларының мутациясын тоқтату қабілетінің арқасында танымал болды. Құлпынай С витаминінің көзі. С витаминінің немесе аскорбин қышқылының негізгі көздері лимон, апельсин және сарымсақ. Сонымен қатар құлпынайда бұл дәруменнің көзі саналады. Бір уыс құлпынайда бір апельсин құрамынан көбірек С дәрумені бар. Құлпынай қатерлі ісіктің алдын алады. Бүгінгі күні қатерлі ісік және оның алдын алу әдістерін зерттеу үшін жыл сайын жүздеген зерттеулер жүргізіледі. Құлпынай қандағы қант деңгейін қалыпқа келтіреді. Және құлпынай жүрекке өте пайдалы. Аллергиясы бар адамдарға да пайдалы болып келеді. Сіздерге пайдалы ақпарат болды деп ойлаймын. Міндетті түрде каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.